Қазіргі таңда трендке айналған балдыркөк, яғни сельдерей, денсаулыққа пайдалы екені рас па? Бүгін балдыркөктің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауға кеңес береміз. Балдыркөк төменгі калориялы өсімдіктер қатарына жатады. Оның тамыры да жапырағы да жеуге жарамды. Балдыркөктің емдік қасиеті әлемге әйгілі. Бұрын бұл өсімдіктер дәрілерге қоспа ретінде қолданылған, ал уақыт өте келе тағам ретінде де қолданыла бастаған. Балдыркөк С, А, Е, К және Б тобының дәрумендеріне өте бай болып келеді. Сонымен қатар балдыркөктің құрамында амин қышқылдары мен микроэлементтерді де кездестіруге болады. Атап өтетін болсақ, кальций, магний, мырыш, мыс, фолий қышқылы, бор, биотин және эфир майлары. Ал енді балдыркөктің адам ағзасына пайдасы жайлы сөз қыламыз. Балдыркөк өте мықты табиғи антиоксидант. Ол қартаю процесін баяулатады. Ағзадан шлактар мен улы заттарды шығарады. Құрамындағы полисахаридтер қабынуға қарсы қасиетке ие. Жұқпалы аурулардан қорғайды және созылмалы аурулардың алдын алады. Зат алмасуды реттейді, асқазан ішек жұмысын жақсартады. Егер сізді іш қатуы мазалап жүрсе, сельдерей мәселені тез әрі денсаулыққа кері әсерсіз шешіп береді. Қандағы холестерин деңгейін төмендетеді, денеден артық суларды шығарады. Балдыркөк буын аурулары бар адамдарға ең жақсы көмекші. Ревматоидты артрит, артроз, остеоартрит, подагра ауруларына ем. Балдыркөкті тұрақты түрде қабылдау бұлшық еттердің тонусын арттырып, қимыл қозғалыстың жеңілдеуін қамтамасыз етеді. Балдыркөкті тұрақты түрде қабылдайтын болсаңыз, шаршағыштық, ұйқышылдық, тез ашулану, апатия мен депрессия дегенді ұмытасыз. Көңіл күйіңіз жақсарып, жұмысқа деген қабілетіңіз арта түседі. Сонымен қатар балдыркөкті тұрақты түрде қабылдау иммунитетті жоғарылатады. Ағзаның кез келген жұқпалы ауруларға төтеп беру қабілетін жақсартады. Қатерлі ісіктің алдын алады, ал пайда болған қатерлі ісіктің өсуін баяулатады. Қан тамыр жүйесінің жұмысын нығайтады. Қан тамырларын зиянды әсерлерден қорғайды. Жүрек қан тамыр жұмысына оң әсер етеді. Қан қысымын бір қалыпты ұстап тұруға көмектеседі. Балдыркөкті әсіресе қарт адамдар қолданса, кәрілікпен бірге келетін көптеген аурулардың алдын алады. Қандағы қант деңгейін тұрақтандырады және атеросклероздың алдын алады. Несеп шығару жүйесінің жұмысын жақсартады, созылмалы аурулардың алдын алады. Балдыркөк құрамындағы антиоксиданттар қартаю процесін баяулатады және әдемі қартаюға кепілдік береді. Дене бітіміңіздің мінсіз болғанын қаласаңыз, балдыркөк қабылдаңыз. Себебі балдыркөкті тұрақты қабылдау артық салмақты болдырмайды, ал пайда болған майлардың тездетіп сізбен қоштасуына көмектеседі. Майлы және тәтті тағамдарға деген құштарлықты басады. Бет терісіндегі қабыну процесін тоқтатып, бетіңіздің жылтырап мінсіз келбетке ие болуыңызға көмектеседі. Теріні ылғалдандырып, тері серпімділігін арттырады. Балдыркөктің айтарлықтай зиянды әсері мен қарсы көрсетілімдері анықталмаған, десек те бірнеше ескеретін жағдайлар барын естен шығармаған дұрыс. Егер балдыркөкке аллергиялық реакция болса, қабылдамайсыз. Жүктілік кезінде және емізетін аналарға қабылдауға кеңес берілмейді. Және де балдыркөкті шектен тыс қабылдамағаныңыз дұрыс. Видеомызды соңына дейін қарап, қолдау білдіргендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.